Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен қант диабеті туралы сөйлесеміз. Яғни қант диабеті көтеріліп кеткенде, үй жағдайында әсіресе бірден көтеріліп, аяқ-қол үйіп кетеді ғой, аяқ-қол үйиді, бас қатты ауырайды, сахар шыққан кезде, қант диабеті көтерілген кезде, қант көбейген кезде жүрек айниды, кәдімгідей әлсіреп қалады. Енді бұны негізі азанғы кезде өлшеу керек. Азанғы уақытта аш қарынға өлшеу керек. Менде қазір мысалы аш қарынға мысалы сменде отырмын мен. Соған аш қарынға мен сахарды өлшеп көремін. Бісміллә. Сосын міне дәл осылай шығады. Сосын инемізді дайындаймыз. Кәдімгідей міне ішіне ие салып аламыз. Кейін қолымыздың кәдімгідей міне қанды кәдімгідей шығарып алуымыз керек. Менде қандай жоқ міне. Тура осылай шығарып аламыз, көріп тұр ғой. Осыған тамызамыз. Кәдімгі қысып шығару керек бұны. Міне дәл осылай. Міне 4-те 3 шықты менікі. 4-те 3 болды. Қараңыздар, Ал енді аламыз қолды. Тура мына өлшегеннен кейін бар ғой. Міне қараңыздар, өлшегеннен кейін мынаны полный мынаны алып тастау керек. Алып тастап мусорға тастаймыз бұны. Енді қараңыздар, сахар көтерілген жағдайда бірінші очередте не істейміз үй жағдайында? Көбіректен су ішеміз. Лимон су ішеміз. Мята болса егер, мята су ішеміз. Мята, лимон салып көбіректен әр 15 минут сайын ішеміз. Оны көбірек су ішу керек екенде қолқылдап іше берудің қажеті жоқ. Қараңыздар, мен сіздерге ең бір керемет бір рецепт айтайын. Ең бір керемет рецепт. Бізге керек болады айран. Айран керек болады. Домашний айран болсын. Сосын бокал, қасық. Сосын бізге даршын керек болады. Даршын. Қараңыздар, даршын керек болады. Мен бұны магазиннен аламын. Бар жол 80 теңге. Қараңыздар. Одан мене қазір үлкен қасық, негізі кішкентай қасықпен бір қасық саламыз. Араластырып алып, сосын айран құямыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Осылай араластырғаннан кейін бұны бірден ішпейміз. Аяқ-қол, жүрек айнап жатыр ғой, жүрек айнап жатқан кезде, аяқ-қол үйіп жатқан кезде, ләжі болса шығып есіктің алдына бір-екі айналым жасап, айналып келіп, сосын осы корица мен айранды қосып екеуін жақсылап ішсеңіз, 10-15 минуттың ішінде кәдімгідей не түседі? Қант өз жағдайына келеді. Қант диабеті. Сахар өз жағдайына келіп, әдем болады. Қараңыздар. Светінде қараңыздаршы.
міне мынау нелері, мынау корица бар ғой, даршын, жақсылап еріп жібу керек. Бұл не істейді? Қандағы қанттарының бәрін жайлап жаймен ерітеді. Жаймен еріткеннен кейін қан жақсы жүреді. Аяқ қолдың ұйығаны лезде бастады. Дәл осы нені істеп көріңіздер. Ал сіздерге ем болсын, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болып, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда өте қызықты видеолар бар, қызықты ақпараттар бар. Өздеріңізге керекті не сіздерді мазалап жатыр, сол туралы айтсаңыздар, мен сіздерге видео қылып шығаруға әрекет жасаймын. Енді тағы бір айтып кететін жағдай. Қараңыздар, менде мысалға сахарым 4-те 5 болып тұр. Оны қазір мынаны ішкенде не қыласын? Мен сіздерге өзім ішіп көрсетейін деп отырмын. Бұл не только сахары барларға. Былайынша егер давленияңыз жоғары болса, кейін қан қою болса да өте жақсы әсерін көрсетеді. Оны білесіздер, корицаны бауырға деген, бауырды өте керемет жағдайға жылтыратып, керемет жағдайға алып келеді. Соғанда ішсе болады. Ал сіздерге ем болсын. Керемет. Дәмі де өзгеше болады шығар. Қолданып көріңіздер.